Сәлем! Бүгін мен сіздермен ұнсыз жасалатын, жай ғана жұмыртқамен, картошкамен жасалатын пиццаның рецептісін көрсетемін. Ерекше, яғни картошкамен жасаймыз. Ол үшін бірінші 2-3 дана картошкамызды алып, жақсылап тазалап, осылай серпетішімізге жұқа етіп турап саламыз. Оның үстінен 3 жұмыртқамызды алып, жақсылап таза табаққа араластырып, үстінен тұз, бұрыш, өзіңіз қалауыңызша дәмдеуіш сеуіп, жақсылап араластырып, картошкамыздың бетіне құямыз. Және 180 градуста әсел пешімізді қыздырып қоямыз. Әсел пешке 5 минут сабаламыз. Осылай әдемі болып шығады, бір-біріне бірігіп картошка мен жұмыртқамыз. Оның үстінен колбасамызды саламыз. Менің өз қалауыңызша салсаңыз болады. Мен колбасамен және сырмен сәндедім. Және әсел пешке жібереміз. 10-15 минуттай пісетін болады. Сосын алып дастарханға тартсаңыз болады. Мінекей, менің оңай және де әрі дәмді, тез, ұнсыз жасалатын пиццамның рецептісі. Сізге ұнаған болса лайк басыңыз, тіркеліңіз, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше